Алдар көсе мен егінші бай. Көсе қойды айдап келе жатса, бір бай қос өгізбен жер жыртып жүр екен. Көсе сәлем береді. Ол сәлемін алады. Көсе: сіз өте шаршаған екенсіз. Біраз дем алыңыз, қосыңызды мен айдай тұрайын, дейді. Ол: жақсы болам, деп өгізін көсеге тапсырып, өзі жатап ұйықтап қалады. Иесі қатты ұйықтап кеткен кезде өгіздерінің құйрықтарын кесіп алып, жерге қадап қойып, өгіздерді бір қырдан асырып тастайды. Біраздан соң байды оятып: байеке, өгізіңіздің бұрынғы мінезі осындай ма еді? Жоқ, айдаған соң осындай болды ма? Өгіздеріңіз өкіріп жерге кіріп кетті. Құйрықтары мынау көрініп тұр, деп шаншылып тұрған құйрықтарды көрсетеді. Бай: өгіздерге кіруші ме еді, деп барып құйрықтарды шірене тартады. Көсе: ойбай, тартпаңыз, құйрығын үзіп аларсыз. Өгіздеріңіздің өзінің бұрынғы әдеті шығар, дейді. Көсенің айтқанына болмастан бай ашуланып тартып қалып еді, өгіздерінің құйрығы жұлынып шығады. Сонда көсе тұрып: мен сізге айттым ғой, құйрығын үзіп аласыз деп. Оған болмадыңыз, деп кейіген болып кетіп қалады. Көсе өгіздерді айдап үйіне келіп, малданып, жанданып мұратына жетеді.